Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай өте дәмді бар болғаны 10 минутта дайын болатын оңай таңғы ас дайындайтын боламыз. Сондықтан да видеоны соңына дейін қараңыздар. Және де қазақша контентті каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосып, каналыма жазылып, лайк баса кетіңіздер. Және де төмендегі қоңырауша белгісінде баса кетіңіздер. Ол сіздерге менің арнамда жаңа шығып отырған видеоларды сіздерге ескертіп отыратын болады. Сол үшін баса кетіңіздер. Ал ендеше таңғы асымызды дайындауға кірісеміз. Ең алдымен ыдысымызға 3 жұмыртқамызбен шым-шым тұзымызды салып, осылай венчикпен жақсылап араластырып алатын боламыз. Мына жерде мен қызанағымды 4 бұрышты, яғни кубиктап турап алдым, және де ірімшігімді үккіштің ең кішік көзінде өткізіп алдым. Енді табамызға сұйық майымызды қойып жақсылап қыздырып аламыз да, жұмыртқамызды осылай құйып шығатын боламыз. Барлық жеріне жететіндей етіп, осылай дөңгелек етіп құйып шығамыз. Содан соң оның бетіне салмаларын саламыз, яғни қызанағымызды саламыз, және де кішкене пісуге жақындаған кезінде, шамалы қалған кезінде жаңағы ірімшігімізді салатын боламыз. Сосын бетін жауып, шамамен 5-7 минутқа қалдырып қоятын боламыз. Ол сіздердің газеріңізге байланысты әрине, біреуде тез, біреуде баяу пісуі мүмкін, сол себепті қарап қойыңыздар. Сонымен біздің таңғы асымыз дайын болды. Таңғы асқа арналған, яғни омлетіміз дайын болды. Өте оңай және де өте тез жасалатын болады. Ірімшік қосылғасын өте әдемі, созылып керемет болып шығатын болады. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Азиза. Сау болыңыздар.